Электролиттік диссоциация механизм. Сабақта заттардың суда еру процесі қалай жүретінін су молекуласының құрылымы арқылы көрсетеміз. Иондық байланысы бар заттардың диссоциациялану механизмін қарастырамыз. Полюсті байланысы бар заттардың диссоциациялану механизмін де қарастырамыз. Және де сабақтың соңында тест жауаптарымен бірге болады. Су молекуласы екі сутек атомынан және бір оттек атомынан тұрады. Әрбір сутек атомы өзінің жалғыз электронын оттек атомымен бөлісіп, екі тара коваленттік байланыс түзеді. Су молекуласындағы екі атомда сыртқы электрон қабаты аяқталған тұрақты электрондық конфигурацияға ие. Алайда оттек атомы сутек атомына қарағанда өзіне электрондық жұптарды күштірек тартады. Бұл су молекуласындағы зарядтардың әркелкі таралуына әкеледі. Байланыстырушы электрондық жұптар оттек атомына жақынырақ тартылатындықтан, оттек атомы ішінара теріс зарядқа ие болады, ал сутек атомдары ішінара оң зарядқа ие болады. Нәтижесінде су молекуласы екі қарама-қарсы зарядталған оң және теріс полюстерден тұрады. Сондықтан біз су молекуласын полюсты немесе полярлы деп атаймыз. Электролиттер адам ағзасы тіршілігінде және өндіріс салаларында аса маңызды. Мысалға, қандағы электролиттер гемоглобин құрамындағы ағзадағы ұлпаларға оттекті тасымалдайды. Қандағы электролиттер жүрек бұлшықеттерінің жұмысы мен сулы тұзды теңдікті сақтауда маңызды рөл атқарады. Бұл функцияны калий мен натрий иондары атқарады. Автомобильдерде электролиттік аккумуляторлар және батареялар кеңінен қолданылады. Электролит ерітінділеріндегі су молекулалары маңызды рөл атқарады. Су молекуласы дипольді немесе полярлы. Судың маңызды қасиеттерінің бірі ол диссоциация, яғни молекулаларды зарядталған бөлшектерге иондарға ыдырату. Мысалға, натрий хлорды суға салған кезде натрий хлор натрий катионына және хлор анионына ыдырайды. Дәл сол сияқты көптеген мысалдарды келтіруге болады. Иондық заттар иондардан тұратын кристалдар түзеді. Бұл иондар бір-біріне электростатикалық күштермен тартылады. Суда иондық қосылыстардың еруі кезінде судың полярлы молекулалары кристалды құраушы иондарды шабуылдай отырып, оларды электростатикалық күшпен кристалдық тордан шығарады. Осылайша иондық қосылыстар ериді. Натрий хлориді, калий сульфиді мен кальций хлориді суда еретін иондық қосылыстардың мысалдары. Кейде кристалдағы иондар арасындағы тартылыс күштерінің мықты болатыны сонша, су молекулалары оларды оңайлықпен кристалдық торларынан шығара алмайды. Осындай иондық қосылыстар аз ериді, немесе суда ерімейді десе де болады. Ерімейтін иондық заттардың мысалына магний оксиді мен кальций фториді жатады. Сумен әрекеттескенде немесе балқығанда заттар иондарға оң ион, катион және теріс ион, анионға ыдырайды. Бұл бөлшектер гидратацияға ұшырайды. Олар бір жағынан оң, ал екінші жағынан теріс зарядталған диполь түзеді. Су молекуласын өздеріне тартады, нәтижесінде аквакомплекстер немесе солттар түзеді. Диссоциация процесі қайтымды. Егер зат иондарға ыдыраса, қандайда бір жағдайлар әсерінен бастапқы күйге оралуы мүмкін. Егер ерітінділерге электрод салып тоғы жіберілетін болса, катиондар теріс электрод катодқа, ал аниондар оң электрод анодқа қарай қозғала бастайды. Сондықтан да суда жақсы еритін заттар суға қарағанда тоқты жақсы өткізеді, және осы себептен оларды электролиттер деп те атайды. Суда жақсы еритін заттарға көптеген иондық байланысы бар және полюсті молекулалы заттар жатады. Полюссыз заттар әдетте суда ерімейді. Кремний диоксиді сияқты алып молекулалы қатты заттарда барлық атомдар бір-бірімен коваленттік байланыс түзеді. Су молекулаларымен әрекеттескенде бұл құрылым бұзылмайды. Сол себепті алып молекулалы қатты заттар суда ерімейді. Молекуласындағы атомдар коваленттік байланыспен байланысқан заттар бар. Аталған байланыс электрондық жұп арқылы түзіледі. Ол полюсті және полюссіз болып екі түрге бөлінеді. Ковалентті полюсті байланысы бар қосылыстар айналасына судың дипольдері бағыттала орналасады. Судың дипольдерімен әрекеттесу нәтижесінде полюсті молекула одан әрі полюстеніп иондық молекулаға айналады. Одан әрі бос гидратталған иондар оңай түзіліп, аквакомплекстер түзіледі.
жауаптары көз алдарыңызда. Каналға тіркеліңіздер, лайк қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.